Сәлем достар. Буын аурулары туралы не білесіз? Буын аурулары неден пайда болады? Бүгінгі тақырыбым осы буындар туралы болмақ. Мені жоғалту алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Буындардың қисаюы созылмалы буын ауруынан хабар береді. Статистика бойынша бұл аурумен ересек адамдардың 50% ауырады екен. Тіпті арнайы тексеруден өткен адамдардың 1/3 бөлігі буындардың қатты ауырғанынан және олардың ісінуінен, қисаюынан зардап шеккенін айтып шағымданады екен. Ендеше буын ауруымен және олардың белгілерімен түрлеріне қанық бола отырыңыздар. Буын ауруын медициналық терминде артрит деп аталады. Артрит бір немесе бірнеше буындардың ауруы. Сондықтан бір буын ауырса моноартрит, бірнеше буын ауырса полиартрит деген диагноз қойылады. Артриттің адам ағзасында пайда болуының әртүрлі себептері бар. Ол 200-ден астам аурудың, мәселен әртүрлі типті жұқпалар, ревматизм, подагра және туберкулездің салдары болуы мүмкін. Адамдар жарақат алған кезде ауыр заттарды көтергенде буын аралық шеміршек жарылып кетеді де, ондағы жүйке тамырлары мен қан тамырлары қысылып қалады. Нәтижесінде зат алмасудың бұзылуынан буын аурулары пайда болады. Буын ауруларын емдемес бұрын неден пайда болғанын анықтап алған дұрыс. Ол үшін қан сараптамалары, рентген тексерулері жүргізіледі. Нәтижесінде сараптама қорытындысына сәйкес ем тағайындалады. Буын ауруларының түрлері қандай? Сор буын. Бұл буын қабынуынан сүйекке зақым келтіреді. Нәтижесінде буындардың қалыпты жұмысы бұзылып қисаяды. Сіңірлер мен бұлшық етті зақымдайды. Шор буын. Ағзаға қоректік заттың сіңбеуінен шор буын пайда болады. Бұл 55 жастан асқан жандарда жиі кездеседі. Ауырған адамның түнге қарай буындары күтірлеп, ауруы күшейеді. Коксартроз. Буын ауруының бұл түрі жамбас буындардың зақымдалуы, буын шеміршектерінің бұзылуынан пайда болады. Нәтижесінде адам жүрген кезде ауру ұлғайып, буынның қозғалу қиындайды. Остеартроз. Сүйек құрылысының зақымдануынан болатын остеартроз сүйектің тығыздығын кемітеді, ал тығыздығы кеміген сүйек сынғыш болады. Подагра. Бұл адам бойындағы айналыс заңының бұзылуынан туындайды. Подагра кезінде науқастың буындары сініп, қатты ауырады. Буын аурулары неден пайда болады? Буын аурулары адам ағзасында тұқым қуалаушылық сипатта және жүре пайда болады. Жүре пайда болатын буын ауруларына темекі шегу, артық салмақ және түрлі аллергиялық себеп болады. Сондай-ақ буындардың қабынуы мына себептен болуы мүмкін. Сүйектің сынуы, инфекция, өзіндік иммундық аурулар, буын қызметінің нашарлауы, буындардағы шеміршек майының таусылуы, жарақат салдарынан сынған сүйектердің дұрыс бітпеуі, ревматологиялық аурулар, остеартроз салдары, экологиялық ахуалдың нашарлығы, жейтін тағам мен ішетін судың сапасыздығы, қимыл қозғалыстың аздығы мен көп салмақ қосу, буындарға артық салмақ салу. Буын аурулары науқаста болса, мына белгілер арқылы білуге болады. Буындардың ауруы, қақсауы, буындардың ісінуі, буын айналасының қызуы, буын айналасындағы терінің қызаруы, буындардың қимыл қозғалысының шектелуі. Ауыр жағдайларда безгек, әлсіздік және лейкоциттердің көбеюі мүмкін. Алдын алу үшін ағзаға кальций мен натрийдің жетіспеуінен буынның қозғалу қабілеті төмендейді. Сол үшін үй жағдайында ешкінің сүті, орамжапырақ шырыны мен буынға мына емдік әдістерді жасауға болады. Ауырған буынды балмен сылап, орамжапырақтың 3-ші қабатын жұмсартып, бал жағып 3-4 сағатқа орап тастайды. Осы емдеу тәсілін 10 күн бойы жасауға болады. Бір сарымсақ езіп, 100 грамм лимон шырына қосады. Лимон мен сарымсақ қалдығынан қайнаған суға салып, жылылай жауып қояды. Күнде ұйықтар алдында осы қоспаны ішуге болады. Емдеу тәсілі 10 күнге созылады. Буын ауырса, омыртқаның қызметіне әсер етеді де организм шаршайды. Мамандардың айтуынша, бұл ауруды емдемесе мүгедектікке де әкелуі мүмкін. Буын ауруынан сақтану. Спортпен шұғылдану. Қимыл қозғалысы аз адам мықты денсаулық жайында ойламаса да болады. Себебі ұзақ өмір сүру мен спорт бір-бірімен тығыз байланысты. Дұрыс тамақтану. Тамақтану режимін дұрыс сақтау сіздің денсаулығыңыздың бір кепілі. Соның ішінде сүттен, көкөністен дайындалған тағамдардың пайдасы орасан зор. Ал ет пен ұннан пісірілген және тәтті тағамдарды аса көп тұтыну жақсылыққа алып бармайды. Сонымен қатар ішімдікке салыну буын ауруына оңай шалдықтырады. Организмді шынықтыру. Ағзаны сәби шақтан ыстыққа да, суыққа да үйреткен дұрыс. Себебі мұндай ауру адамдарды ауру оңай ала алмайды. Артық салмақтан арылу. Семіздік көптеген дертке шалдықтырады. Зияны сол,
буынға түскен артық салмақ артрит ауруына алып келеді